Енді бұны жарайды. Енді айтсақ, дінді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы не керегі бар, имамдар не керегі бар, мешіттер не керегі бар деп айтып жатқандар да бар әлеуметтік желіде. Жарайды. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының және оның филиалдарының, мешіттерінің барлығын, медреселерді, нұр-мүбаракты біз жауып тастайық. Ертең сондай бір қаулы шығарайық. Не болады әрмен қарай? Халық дінін қайдан үйренеді? Ғибадат құлшылығын қайдан жасайды? Бүкіл имамдарға ғибадат құлшылық жасауды тыйым салсақ. Біз халық дінін интернетке шектеу болмағандығы үшін интернеттен үйренеді әрмен қарай. Тығылып ғибадат құлшылықтарын жасайды. Енді заңмен тыйым салынғандығы үшін олар саяси немесе діни көзқарас бойынша қудалануға ұшырайды. Шет мемлекеттерден Біріккен ұлттар ұйымынан наразылық хаттар түседі. Өйткені сен демократиялық мемлекетсің. Енді бұл мәселенің барлығы оңай мәселе емес. Діни бостандық бар, еркіндік бар. Солай. Жалпы адам бәрібір дінсіз қоғам болғанның өзінде де бір нәрсеге табылғысы келеді ғой. Жоғары бір күштің бар екенін сезінеді, табылғысы келеді. Совет одағында да білесіз ғой. Жаңағы Құдай жоқ деген ішінде де кейбір тұлғаларды сондай бір табынатын дәрежеде ұлықтағаны болды ғой, енді жалпы деп жатқаным. Әрине. Бізде жаңа кеңес үкімет дедіңіз ғой. Кеңес үкіметіндегі бізде діни ахуал қалай болды? Бізде кеңес үкіметінде жаңа патша үкіметі құлады, большевиктер, коммунистер билікке келген кезде Қазақстан аумағында, сол кездегі Қазақстан аумағында 2500 медресе болған. 2500 медресе болған. Ал енді 1932 жылдағы есеп бойынша Қазақстанда қалған мешіттердің саны, мешіт медресенің саны 499. 2500-ден 499 ғана қалған. 2000 жоқ жіберген ғой. 2000 жоқ болып кетті. Енді оларды өзіміз алысқа кетпей ақ қойсақ, Түркістан облысындағы Шаян елді мекені. Бәйдібек ауданы дейміз ғой. Сол Шаянда әлі күнге дейін сақталған мешіт медресе бар. Тарихи мешіт медресе. Оны соққан 1880 жылдар соғылды, қателеспесем. Енді сол мешіт соғылғаннан кейін арадан көп жыл өтпей 37 жылдан кейін сол мешітті сол кеңес үкіметінің қол астына өттік қой сол кезде. Енді сол өткеннен соң сол мешітті түнгі клубқа айналдырып жіберген. Түрмеде болған. Түрмеде болды, қоймада болды, сықатта болды, барлығы болды. Енді қарап отырсақ, сол 1920-30 жылдар аралығында дінге қарсы жүргізілген саясаттың салдарынан 100 мыңға жуық дін адам саяси қуғын сүргінге ұшырады. Солардың 30 мыңы ату жазасына кесілді, 30 мыңы сүргінге ұшыратылды. Басқа жер аударылды. Текенге жаңағы. Қалған 40 мыңының хал жағдайы белгілі емес. Олардың тарихшылар көбісі айтады, шет мемлекеттерге, Ауғанстанға, Түркия, араб мемлекеттеріне көшіп кеткен деседі. Енді сол жылдардағы діни ахуалға қарайтын болсақ, тарихта белгілі, мысалы Созақ көтерілісі дейміз, мысалы Ырғыз, Торғай көтерілістері дейміз. Мысалы осындай көтерілістердің басында жүрген дін адамдар болған. Осы Қазақстан имамдар, ишандар, молдалар болған. Енді сол кезде 1920 жылдар, 30 жылдардағы тек қана дінге байланысты қысым болған жоқ. Егер сенің астығың болатын болса, астығыңдан салық бересің деді. Қораңда малың болатын болса, малыңнан салық бересің деді. Бақшаңда алма ағашы болатын болса, ағаштан салық бересің деді. Былайша айтқан кезде халықтың барлығын қысу арқылы тоталитарлық бақылауда ұстағысы келді ғой билік. Өйткені өзі жаңадан құрып жатқан большевиктік мемлекет. Кеңес үкіметі сол кезде жаңадан аяққа тұрып жатқан еді ғой. Империядан кәдімгі коммунистік мемлекетке айналып жатқан кезі еді. Сол кезде өзінің аумағындағы мемлекеттің барлығын, халықтың барлығын қысып ұстағысы келді. Енді қараймыз тарих беттерінде бұлардың барлығы білуіміз қажет. Енді айттық қой, егер Қазақстан мұсылман діни басқармасының жұмысына тыйым салатын болсақ, дәл осындай тарихи жайттар қайталануы мүмкін. Енді барлығы тәуелсіздік алғаннан кейін сол кезінде жабылған мешіттердің барлығы орындарына қазіргі таңда Құдайға шүкір мешіт медреселердің барлығы қайтадан бой көтерді. Халықтың діни сауаттылығы қайтадан көтеріліп жатыр. Көтерілгендігі үшін де сол әртүрлі жат ағымдардың жетегіне кету жайттары қазіргі таңда статистика болып ашық түрдегі өте төмен. Бұл барлығымыз қуантатын жайт.